Барлықтарына ассалаумағалейкум. Бүгін финансовый грамотность жайлы мен өзімнің опытыммен бөлісе кетсем. Получается, қалай мен жүргіземін и қаншалықты ақшаны қандай жерге бөлу керек екенін айта кетем. Көбіміз, потому что ақшаның барлығын бір жерге ортамыз, немесе жаңағыдай қарыздарға ортамыз. В общем, ақшаны куда попал шашамыз. Енді менің жасайын деп жатқан нәрселердің бірі, және опытым осы жақын арада жасап көргенмін и болашақта жасайтын нәрселерімді айта кетейін. Получается, доходты біз үшке бөлеміз. Біріншісі 30%-ын біз қарыздар жабуға аламыз. Получается, сенің қарызың жаңағыдай 30%-ын доходына дейін болатын болса, соншалықты сен қарыз ала аласың. Мысалы, сенің доходың 100 мың теңге деп алайық, мысалға да. И оның 30%-ы 30 мың теңге. Сен 30 мың теңге айына төлейтіндей, мысалы, рассрочка алатын болсан, 30 мың теңгеге дейін сен алуың керексің. И қалған 30%-ын, яғни 30 мың теңгені сен қалтаңа салып қоясың. Бұл сен ертеңгі күннің бір какой-то страховкасы. Ал қалған 40%-ны сен кәдімгідей күнделікті өмірін сүресің, аренданың, тамағын, жүріп тұруын барлығын осы 40%-ын ішіне салуың керек болады негізінен. Сондағысы біз, получается, айдың соңында не болады? Айдың соңында біздің қалтамызда ақша бар. Үйдің ақшасы, жаңа тамақтың бәрін төлеп тастадық. И еще 30% біз қарыздан құтылдық. Сондағысы біз отырмыз айдың соңында. Самый удобный, жақсы нәрселердің бірі осы доходты үшке бөлу. И бұдан артық, вот желательно, қанша ақша тапсаң да, миллион тапсаң да, осы қағидамен өмір сүруіміз керек те. Возможно, миллион тапқан кезде қарыздардың суммасын біз азайтамыз, процентін азайтамыз. 30%-ын жаңағыдай 5%, 10% соға дейін қоямыз. Сен доходың чем үлкейет, главное 30%-дан көбеймеу керек. Ал инвестицияның процентін біз арттыра береміз. Получается, расходтың жаңағыдай қарыздар жабудың процентін түсіре береміз де, ал инвестицияның процентін арттыра береміз. Ал өмір сүруге жаңағыдай 40% ол қала береді. Оны никак өзгертуге болмайды. Егер біз бұның барлығын сақталмайтын болсақ, жаңағы доходын жазбайтын болсақ, мен ең түсіндім де, не үшін адамдар доходын жазады. Потому что біз күнделікті ақшаны алатын адамдар болады, и айдың соңында алатын адамдар болады. Айдың соңында алатын адамдар енді түсінікті, олар қайқа жарататын ақшаны. Ал күнде ақшаны алатындар, мысалы мен сияқты. Біз мысалы бір күнде 50 мың теңге алдық. Бір күнде 50 мың, 100 мың, мысалы 100 мың деп айтайық. 100 мың алдық. И біз сол 100 мың теңгемен бір күн өмір сүреміз. И бір күннің басында 100 мың теңге бар, таңертең и кешке 100 мың теңге жоқ. Қайда кеткен, мысалы, өзіңді білмей қалам кейде. Қыдырасың, туда-сюда жүресің. И бұның барлығы, мысалы, былай қарап отыратын болсақ, финансовый неграмотность болды да мен жағынан. Мен қыдырдым, басқа балаларға төледім тоже, счет жаптым. И бұның барлығы дұрыс емес. Хотя сол ақшаны қазіргі уақытқа жинайтын болсам, ол 2 миллион ақшадай болатын еді, мысалы да. Былай қарайтын болсам. И енді мен ешкімнің счетын жаппаймын. Ешқандай адамның счетын жаппаймын. Потому что енді түсінем, бірақ видите, из-за того, что ол адам привыкать етіп кетеді саған. Мен просто бір екі адамды там күнделікті счетын мен жабатын. Шақырам ба? Вот все, счетты мен жабам, строго мен жабам. Шақырам, жабам. Это постоянно болып кеткеннен кейін ол адамға үйреніп қалды. И келесіде, мысалы, шақырған кезде ол ақшасы келеді. Понятно уже. Таңер төлейді деп ойлайды. Поэтому лучшим решением бізге вообще ешкімге төлеме. Қазір, мысалы, сен жасың 25-30 болсын, неважно. Ешкімге төлеме до того момента, пока сен финансовый грамотность мықты болмағанша. Лишний ақшам болатын болса, жаңағыдай финансовый грамотность мықты біліп, и жаңағыдай финансовый свободаға жеткен жағдайда ғана сен басқа біреуге уже счетын жауып сөйте аласың. Ал до этого никак керек емес ондай дүниелер. Жасама. Ондай ошибканы жасауға болмайды өйткені. Көп ақшаны айырылып қаласың да. Хотя былай қарайтын болса, сол ақшаны инвестировать еткен кезде нормальный ақша өстен қолында пачка тұратын еді. Хотя 1-2 жылдың ішінде де былай қарайтын болсақ. Сол үшін ойлан, барлығын дұрыс жаса. Мен де осы нәрсеге ошибка жасадым. Осы ошибка жасамауға тырысамын енді, иншалла. И желательно видеоны көбейтем. Осындай видеоларды сала берем. Көп видео болады, иншалла. Главное, сен подписка и және лайк и комментарий жазып кетсін. Комментарийде жазып кет. И кім комментарийде жақсы бір өзінің тақырыбын айтады, получается, жаңағыдай. Тақырыбын айтып кететін болсаңдар, мен уже сол тақырыпқа байланысты видео түсіретін боламын. Просто видите, мен қазір локация қарап отқан жоқпын. Далаға шықтым, фук түсірем. Уже ешнәрсеге қарамай түсіре беретіндей деңгейге жеткім келіп отыр да. Потому что мен деген андай Инстаграм арқылы, Инстаграм көрген шығарсыздар. Инстаграмда менде полный упакованный, визуал хороший. Почему? Потому что ол визуалдардың әрқайсысы ойластырылып жасалған. Ал қазір мен осына видео сала берем. Неважно, қандай визуал болады, менде не болады, мен видео сала беретін боламын. Именно ютубқа.
потому что ютубта мен көтеруім керек. Ютуб өте өліп қалды. 130 мың подписчик бар, бірақ просмотрлар 100-ге де жетпейді, ойлаңдар. В общем, өте қиын жағдайдамын қазір. Мақсатыма главный жетіп алғам ютуб бойынша. Серебряный кнопка алып алдым. И енді золотой кнопка дейтіндей дәреже жетуім керек. Главное, менде жаңағыдай ютуб бойынша нақты мақсат қазіргі таңда жақын арада таңғы мақсат ол майндсеттан қосу. Как только мен майндсеттан қосам, 4 сағат просмотр жинаймын, вот уже мен сіздермен делиться етем. Получается, қанша ақша таптым, не істеп жатырмын, қанша ақша табуға болады ютуб арқылы, да, полностью сендерге айтатын болып. И кейбір адамдар, которые мысалы мені көріп отқан адамдар, олар тоже сол нәрсені қайталағысы келеді, ютубты бастағысы келеді, мотивациясы үлкен болады. Сол мотивациясының арқасында олар ютубтан доход табуға алады. Өйткені мен видеоларымды күнде көріп отыр да, не істеп жатырмын, қандай видео түсіріп жатырмын. Вот результат арқылы көрсететін боламын, иншалла. Все, давайте тогда на связи. Инстаграм обязательно келіп қойыңдар, ютуб, лайк басыңдар обязательно. Мен сендер үшін стараюсь.